Ертеде бір кішкентай торғай өмір сүріпті. Күндердің бір күнінде өзіне азық іздеп шыққан кішкентай торғай теңіздің жағасында ашылып жатқан анардың дәніне қызыға қарайды. Бірақ ол сол жерде мекендейтін үлкен қолтырауынан қорқатын еді. Торғай өзіне назарын аудару үшін сүйкімді үнмен шырылдай жөнелді. Қолтырауын оған күлімсіреп қарап: «Анардың дәнін жегің келе ме? Мен саған тимеймін. Мұнда күн сәулесіне қыздырынып жатырмын», деді. Сонан торғай анардың дәндерін жеп тойған соң қолтырауынға рахметін айтып: «Әлбетте, бұл жақсылығыңды қайтарамын», дейді. Сонда қолтырауын тәкаппарланып, торғайды төмен санап: «Мен сияқты көш иесіне сен секілді кішкентай құстың қандай жәрдем беруге шамасы жетеді дейсің?» деп келемеждеп қарқ-қарқ күледі. Сонда торғай: «Ей қолтырауын, мені бұлай төмендетпе, мүмкін менің жәрдемім тиіп қалар». Оған су жыртқышы одан сайын күліп, әжуалап, оның көмегіне ешқашан мұқтаж болмайтынын қайталады. Күндердің бір күні торғай қолтырауының науқастанып, жәрдем сұрап, айқайлаған дауысын естиді. Оған лезде ұшып барып, не пәлеге ұшырағанын сұрайды. «Ей досым, саған не болды? Неге бұлай айқайлап жатырсың?» Сонда су жыртқышы мұңын шағып былай деді: «Тістерім ауырып жатыр. Қатты ауырғаннан ұйықтай да алмадым. Маған жәрдемдесуіңді өтінемін». Кішкентай құс одан аузын ашуды сұрады. Сонан соң аузына кіріп, аз ғана тұрды да шығып, талдың басына барып қонды. Қолтырауын оған жылы жүзбен күлімсіреп былай деді: «Әй досым, саған қалай рахмет айтарымды да білмей тұрмын. Ауруым мүлдем жоқ болды. Не істедің, айтшы?» Торғай оған: «Сені ауыртқан тістеріңнің арасындағы тағам қалдықтарын алып тастадым», деп жауап берді. Су жыртқышының өзінің астамшылық танытқанын мойындаудан басқа еш шарасы қалмады. «Әй торғай, кешір, саған әдепсіздік таныттым. Бұдан бұлай өзімнен қанша кіші, әлсіз болса да, ешкімді әжуалап, төмен санамаймын», депті. Осылайша қолтырауын ұмытылмас дәріс алды.